Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 58-ші сабақ. Тақырыбымыз үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Бүгінгі сабақта бөліндісінде нөлі бар үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмін қолдануды үйренетін боласыздар. Бірінші есеп. Есептеуді орындамай тұрып, бөліндінің мәніндегі цифрлар санын анықта. Яғни, бізде берілген 59.965 бөлу 3. Біз 5-тен береміз. 5-дің ішінде бірлет кездеседі. 1-ді 3-ке көбейтеміз 3. 5-тен 2-ні азайтамыз 2. 2-ның жанына 52.000-ның 2-сін әкелеміз 22. 22-ның ішінде 7 рет. 7-ге 3-ті көбейтеміз 21. 22-ден 21-ді азайтамыз 1. 9-да келеміз 19-ның ішінде 6 рет. 18. 19-дан 18 азайтамыз 1. 1 қалады, 6-ны 16-ның ішінде 5 рет кездеседі. 16-дан 15 азайтамыз 1 қалады. Және соңғы 1-ді әкелеміз. 15-ның ішінде 3 5 рет кездеседі. 15-тен 15 азайтамыз 0 болады. Дәл осы түрде қалған есептерді де шығарамыз. Екінші есеп. Бірінші берілген бөлу алгоритмін оқы. Екінші берілген бөлу алгоритмін құр. Яғни, бізде 135.270-ті 45-ке бөлу берілген. 135-тің ішінде 45 3 рет кездеседі. 135-тен 135 азайтқанда 0 болады. 2-ні әкелеміз. 2-ның ішінде 45 0 рет кездеседі. Және 7-ні әкелеміз 27 болады. 27-ның ішінде 45 тағы 0 рет кездеседі. Одан кейін ең соңғы 0-ді әкелеміз. Сонда бізде 270 деген сан шығады. 270-тің ішінде 45 6 рет кездеседі. 6-ны 45-ке көбейтеміз 270. 270-тен 270-ті азайтқанда 0 болады. Енді дәл осы түрде екінші есепті шығарайық. 508.800-ді 318-ге бөлеміз. 318 508-дің ішінде 1 рет кездеседі. 318-ді азайтамыз 508-ден 190 болады. 8-ді әкелеміз 1900. 19-ның ішінде 6 рет. 6-ны 318-ге көбейткенде 1908 болады. 1908-ден 1908 азайтқанда 0. Бізде қалған 2-0 автоматты түрде 16-ның соңына жалғанады. Үшінші есеп. Есептеп дұрыстығын тексер. Бізде 135 бөлінген 135.270 бөлінген 45. Бізде 3006 шығады. Оны тексеру мақсатында 3006-ны 45-ке көбейтеміз. 135.270. 439.270-ті 545-ке бөлеміз 806. 545-ті 806-ға көбейткенде 439.270 шығады. 454.227-ні бөлеміз 227-ге 2001. 227-ні 2001-ге көбейтеміз. Бізде 454.227 шығады. 643.284-ті бөлеміз 321-ге 2004 шығады. 2004-ті 321-ге көбейтеміз. Сонда 643.284 саны шығады екен. Есебіміз тексергенде дұрыс шықса, яғни есебіміз дұрыс деген сөз екен. Төртінші, бізде 547.300 бөлеміз 421-ге 1300. 1300-ді 421-ге көбейтеміз. Сонда 547.300 шығады. 826.826 бөлу 826 1001. 1001-ді 826-ға көбейткенде 826.826 шығады екен. Төртінші есеп. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. Бізде берілген А 29.376 мен 72 сандарын бөліндісін 16 есе арттыр дейді. Яғни бізде өрнек жақшаның ішінде 29.376-ны бөлеміз 72-ге, жақшаны жабамыз, көбейтеміз 16. Бізде бірінші амал жақшаның ішін орындаймыз. 408-ге тең. 408-ді 16-ға көбейтеміз. 6528-ге тең екен. Екіншісі, 55.224 пен 78 сандарының бөліндісінен 87.552 мен 144 сандарының бөліндісін азайт дейді. Яғни, жақшаның ішінде 55.224 бөлу 78 азайтамыз, жақшаны ашамыз, 87.552-ні бөлеміз 144-ге. Сонда бірінші амал, бірінші жақша 408-ге тең, екінші жақша 608 және 408-ден 608 азайтқанда 100.
мәні, өрнектің мәні 100-ге тең екен. Үшіншісі, 801 мың санынан 39.424 пен 56 сандардың бөлінісін кеміт дейді. Яғни 801 мың азайтамыз, жақшаның ішінде 39.424 бөлеміз 56-ға. Бірінші амал жақшаның іші орындалады. Одан кейін 801 мыңнан 704 азайтамыз. Сонда 800.296 саны шығады екен. Бесіншісі, билеттердің құнына қара, өрнектер бойынша есеп құрастыр. Бізде әртүрлі билеттер бар. Ересектер билеті, студенттер билеті, балалар билеті. Ересектер 400 теңге, студенттер 500, балалар билеті 300 теңге. Енді біріншісі, касса 300 теңгеден 17 балалар билетін және 700 теңгеден 2 ересектер билетін сатты. Бірінші кассаның сатқан билеттерінің құны қанша теңгені құрайды? 17 билет 300 теңгеден қанша, 2 билет 700 теңгеден қанша? Барлығы табу керек. Яғни балалар билеті 300 теңгеден 17 билет 5100 теңге, ересектер билеті 200 теңгеден 2 билет 1400 теңге, жалпы 6500 теңге болған екен. Бірінші кассаның сатқан билеттерінің құны 6500 теңгені құрайды екен. Екіншісі, туристер тобы 500 теңгеден 23 студенттер билетін және 300 теңгеден 12 балалар билетін сатып алды. Олар барлық билетке қанша теңге төледі? 23 билет 500 теңгеден, 12 билет 300 теңгеден барлығына қанша ақша төледі? Яғни 500 теңгеден 23 билетіміз 11500 теңге студенттер билеті болады. 12 билет 300 теңгеден 3600 теңге балалар билеті. Барлығы 15100 теңге шығады екен. Туристер барлық билетке 15100 теңге төледі екен. Үшінші, музейде 500 теңгеден 18 ересектер билеті және 300 теңгеден 18 балалар билеті сатылды. Қай билетке артық төленді? Қанша теңге артық төленді? Яғни 18 ересектер билеті 500 теңгеден, 18 балалар билеті 300 теңгеден. Ересектер билеті 18 500 теңгеден 9000 теңге, балалар билеті 18 300 теңгеден 5400 теңге балалар билеті болады. Барлығы, яғни артық, қайсысы артық төледі? Яғни 9000-нан 5400 азайтамыз, 3600 теңге. Ересектер билетіне 3600 теңге артық төлеген екен. Алтыншы есеп. Есепті шығар. Музейдегі жәдігерлерді қалпына келтіруші мамандар 12 күн бойы 4 сағаттан жұмыс істеді. Барлық жұмысты орындау үшін 73 сағат қажет. Олар әлі қанша сағат жұмыс істеу керек? Егер мамандар күніне тағы 1 сағаттан артық жұмыс істейтін болса, қалған жұмысты орындау үшін қанша күн қажет? Бірінші, 12 күн 4 сағаттан. Қажет 73 сағат. Әлі істеу керек белгісіз 4 сағаттан, күніне 4 сағаттан. 1 сағат артық. Қалған жұмысқа қанша күн кетеді? 12-ні көбейтеміз 4-ке, 48 сағат 12 күнде. 73-ті азайтамыз 48-ті, 73-тен азайтамыз 48-ті, 25 сағат. Әлі істеу керек. 4-ті қосамыз 1-ге 5 сағат, 1 сағат артық күніне. 25 бөлеміз 5, 5 күн. Қалған жұмысқа әлі 25 сағат жұмыс істеу керек. Егер мамандар күніне тағы 1 сағат артық жұмыс істейтін болса, қалған жұмысты орындау үшін 5 күн қажет екен. Жетінші есеп. Мәтінді оқы, оның ішінен есеп құрастыруға деректер таңдап ал, есеп құрастырып оны шығар. Алматы қаласынан 170 км жерде Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 км, ені 3 км тасқа қашап салынған 5000 сурет петроглифтер бар. Оның 2000 суреті шамамен ұзындығы 500 метр, ені 250 метр аумақты алып жатыр. Яғни бұл жерде сұрағы жоқ есептің, біз сұрақ қоюымыз керек және есеп құрастыруымыз керек. Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 км, ені 3 км тасқа қашап салынған 5000 сурет петроглифтер бар. Бір суреттің ауданы нешеге тең? 10 км 10.000 метр, 3 км 3000 метр, 10.000-ды көбейтеміз 3000-ға, яғни бізде 3 миллион метр квадрат
3 миллион метр квадраттың 3 нөлімен 5 мыңның 3 нөлі қысқарады, сонда 6000 метр квадрат. Бір суреттің ауданы 6000 метр квадратқа тең екен. 8-ші есеп. А және В нүктелерінен қарағанда бейнеленген суретті тап. Яғни бізде біріншісі А нүктесінен қарағанда жаңағы сурет 2, мына 2-дегі сурет, екінші номердегі, ал В нүктелерінен қарағандағы сурет, ол бізде үшінші сурет болып табылады екен. 9-ші есеп. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. А. Музейге арнап N жиектемен әзірленді. Бұл әзірленуі тиіс жиектеменің 2-ден 1 бөлігі тағы қанша жиектеме әзірлеу керек? Бізде AN азайтамыз N. Пойыз N сағат бойы А километр сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер межеленген жерге дейінгі арақашықтық Б километр болса, оған қанша километр жүру қажет? Яғни бізде В азайтамыз А көбейту N. Б-сы. Егер билет X теңге және экскурсия жетекшісінің қызметі U теңге болса, 6 оқушы музей кассасына қанша теңге төлейді? Б. 6 көбейтеміз X қосылған U болады. В. Автобус 40 км сағатына жылдамдықпен Б сағат жүрді. Оған қажетті межеге дейін Д километр жүру керек. Автобус барлығы қанша арақашықтықты жүріп өтуі қажет? Бізде 40 көбейтілген В қосылған Д. Осы өрнек бойынша шешіледі екен. 10-шы есеп. Төркөздердегі сандардың орналасу заңдылығын тап. Яғни бізде бұл жерде берілген белгісіз сан берілген және әртүрлі сандар берілген. Бірінші кестедегі көлденеңінен орналасқан сандар қатары 3-ке артып отыр. Тігінен орналасқан сандар бағаны 1-ге арттырып отыр. Яғни 43 қосылған 3 46, 45 қосылған 1 46. Яғни екінші кестедегі көлденеңнен орналасқан бірінші сан 2-ге, екінші сан 3-ке, үшінші сан 4-ке артып отыр. Тігінен орналасқан бірінші сан 1-ге, екінші сан 2-ге, үшінші сан 3-ке артып отыр. 72 қосылған 4 76, 73 қосылған 3 76. 11-ші есеп. 200, яғни есепте дейді. Бізге көбейту және бөлуге берілген есептер. 209 көбейтілген 905, бізде болады 189.145. 233.630-ке 630-ды көбейтеміз, 146.790 шығады. 40.803-тен бөлеміз 201-ді, 203 саны шығады. 826.281-ден бөлеміз 909-ды, 909 шығады. 102.555-ді бөлеміз 265-ке 387, 242.963-ді бөлеміз 427-ге 569 шығады екен.